Сәлем барлықтарына. Қалдарың қалай деп отырып бастасаң видеоны біртүрлі болатын шығар, хотя ладно. Мен блогыма мен өзім білемін ғой қалай істеу керектігін дейсің бе? Барлықтарына сәлем, қалайсыңдар? Мен қазір Турциядамын, бірақ мен историям сонау Қазақстаннан Алматының аржан Талдықорған деген жерден аржан Қапал деген жерден басталады. Қалай ата-анаммен қоштасып үйден шыққаннан бастап. Ал көріңдер, қызық болса, сол жерден бастап Қапал деген ауылымнан осылай Турцияға қалай келгені туралы, соңғы күнімді Алматыда достарыммен қалай өткізгенім туралы, самолетта қалай болдым, қалай жол жүрдім, қалай өзім жататын жеріме келдім, барлығын түсіретін боламын. Түсіріп қойдым, иә, көріңдер. Видео ұнаса лайк басып кетіңдер, тіркеліп кетіңдер. Бір жыл көрмейсің маманы. Жыламай енді қайрат бол. В общем, базарға келдім. Өзіме керек заттарымды алдым. Тәптер қаламы, айфонға мынандай алдым. Ну, алдында біреуін алған, бірақ ол түсіп қалды, екінші жабыстырыспайын деп жатырмын. И, кстати, ойдың айфон алдым. Видео түсіруге. Потому что прошлый айфон ол 28-ге болған, алдынан 256, хотя түсіруге келеді. Ютубқа видео разной, короче. Үйге барам, от души істеріне жейм, последний раз. Чемодан реттейм, и все, потом достармен жүрміз. Наверное, дауыс вообще естіп тұрған жоқ. Жерден дауыс естіп тұрған жоқ. Все, потом увидимся. Мынандай заттарға кейін толтырып салып жатырмын. Назад барлық. Надәу чемоданды зат алып, кішкентай чемодан қойып. В общем, мені бүткізіп кетті. Ноутбук, мынау барлығы салынды. Сумка подарить етті маған. Вау. Все, вот сразу танисың оны аэропорттан түскен кезде. Жетіскей етен біліп қалды. Ештеңе сұрамай. Ашып емейді. Мынаны ескей бортын қалып қойыпты. Ана алма демеш. Салам алейкум. Нам үлкен саат болды. Салам алейкум. Ренжімеңдерші. Тамақ ішіп, чемодан жинап кешіп қалды. Тамақ ішіп шыққан еш ол. Болды жігіттер, бұйырса ютубтасыңдар ма? Мұхаммед қайтып кетті ме? Келмеді тағы ондай ешкім. Біз осында отқалымызға 2 сағат болды ғой. 2 сағат. Ақмаржанды қосып алма да? Ойбаш! Егілден ол. Бека ке рады. Қалқанды.
Асан, жеги. Наконец-то таптық па дедім ғой, мына балқымыз деген затты. Мені. В общем, наконец-то тауып алдық балқымыз деген. Вот мені. Достарыммен ка. Тамақ ішуге келдік. Ау? А? Қанша адрес істейді да? Істейді? Біраз бар. 12 бір. Как көреміз, короче. Мы просто прожигали свое время. Мы писали с ошибками, не знали, как вести себя в обществе. У нас не было денег и связи, чтобы поступить в институт и получить хорошую работу. Что нас могло ждать? Работа охранником, таксистом, продавцом на рынке. Старая Ауди в кредит. Каждый вечер накуриваться с пацанами и засыпать в хате, за которую нужно платить в конце месяца. Ладно, надо потерпеть. Biz balchi ishtab oldik cho'da. Qanday yotibding yotibding? Pasajir az bu, az qo'yib. Yo'lda o'rtasida o'tirib Андай форматта түсірші, родной, наоборот. Телефонын сый. Басқой. Қолың ыңғайлы қып солай сый. Сол формат. Сумка. Ұстап аласың. Мен қымызым да алса что сен? Ема, сен қымыздың біраз бар екен ғой. Алып кетеміз. Нормально ма? Кеттік, кезіп ойнап тұрайын. Қанша бітірмегенсіңдер ма? Бір болды кеттік. Видеоға түсіріп жатыр ғой. Бір болды ма? Все, сағат үшке дейін. Опана фана зарагere ванай, шейка на хоно монолайка на сай. Бай, бай, фыка на дай, шейка на бай, на рыка на дай. Опана фана зарагere ванай, шейка на хоно монолайка на сай. Деп сөйлеп қасыңа келемін, сен маған қарайсың. Мен жобалайып сізді құлқырамын өмірде андысында сен сияқты ғажайып болып тұрады сүйемін неткен шынайсың тура осылай ұнайсың көзіңнің қарашымен сал санымсың жылайсың көптеген ұйқысыз күндерімнің сен айсың ең әдемі көйлек киіп тұрсың майысып неткен шынайсың осылай ұнайсың неткен шынайсың осылай ұнайсың неткен шынайсың осылай ұнайсың неткен шынайсың осылай ұнайсың. Аэропортқа келдік, блин, вообще мен шаршап жатырмын. Прям ноль. Станция сырым. Блокке ашамыз енді. В общем, мен мына жақтан Наруто Борусоваға дейін. Короче, сразу смотрим. Осы шпадан өткіземіз. Договор жүрмей екен. Ешқандай ұнайды екен, бірақ договор нормально. Турция. 6 saat ұшамыз. 6 сағаттан кейін Стамбулдан оянамыз. Мен осы рекомендациядан қазақты көріп қалатын болсам, сразу прям лайк, прочее басам. Даже комментарий қалдырып кетем, чтобы рекке кіру үшін. А вот мені қарайтын болсақ, мені 92% қазақ көреді. Соның 1% болса қолдамайды. Даже братан, дами бер деп даже бір сөзді көрмеймін мен, даже комментариямда бар ғой, жылы сөзді бар ғой. Даже адам айтпайтын сөз. Bir türlü сезім болып тұр ше. Мен бір жыл жоқ. Көрмейсің. Жаман сезім. Ал, Қазақстан жоқ. Сау болсын.
он уж значит ошол Зерзинжаннан конкретно алтын орында енді. Нормально. Если Эйр Астана болса деп қоймайсың. Вот. 6 сағат вайдым жоқ. Все, енді Стамбулға түскен кезде жұмыстан. Господа, добро пожаловать на борт воздушного судна «Объединительное правило». Пропускайте следом идущих пассажиров вручную кладь. Можете разместить чуть позже. Благодарим за внимание. Ну, мысалы, мына адамдар бізге. Потому что может бірінші шығуады или Стамбулға бір аптаға демалып қайтуға барып жатқаны мүмкін. Сондықтан қуанышты. Бар жоғы бір-ақ апта болады, қайтып кетеді. Мен сияқты бір жыл емес. Ал мен бір жыл жүремін, потом барып қайта даже қайтпауым да мүмкін бір жылдан кейін. Altı жарым сағат ұштым. Мен оның 5 жарым сағат ұйықтадым. Потому что кеше түнімен жүрдім. Турция, блин. Мен бұл жақта бір тұрған ішінде жоқ анандай. Жақындардың жоқ. Паспорт контроль болады. Короче, всегда паспорт контроль прикол болады, типа коммент алмасаң жаза береді дейді. Ұмытып қалдым, короче. Бірақ бірден айтты, типа біртүрлі болып қалдым. Айттым, что осы жақта оқимын деп. Потом қайтадан икамет аламын. Икамет деген ол ВНЖ. Вот. И сондай алып міндетті түрде ато депорт боласың десең сатайды. Чемодандарымызды аламыз. Ондай жаман шаршаттым, білем. Именно аяқ ауырмады. Ара шағып алған ғой. Дәу өсіп кеткен жүрген сайын бір түрлі болады. Сол, осы барып чемоданды алып алайық. Қазір шыққаннан кейін қызық болады. Пока аэропорттамыз ғой. Ең қайда екен. Примерно как көргендей болды. Жиырма 8 килограмм, короче. Все, короче, шанс кетеміз. Аэропорт Евразиядағы ең үлкен аэропорт бар. Утилизиясы. Сондай бірден естіген, короче. Не знаю, как көреміз енді. Уже түсірмейінге біраз болып кеткенен ба, бір кішкене қызық болып тұршы түсіргенше. Түнде келсең әдейін болатын, бәрі жаманшы. Мен өзім түнде ғана келіп, күндіз бірінші рет келіп тұрмын. Новый аэропортқа не десе. Exchange. Блин, доллар маған айырылса екен. Ладно, маған зиярат тауып шығарам потом.
енді комиссия алмайтын не осы болған көреміз. 48% алып келіп жатыр. Lütfen kartınızı alınız. Ya kullanmadan dedim ki. Lütfen paranızı ekranda gösterildiği gibi para çekme bölgesinin içinden alın. Вот осындай болып тұр жаңағы. В общем, ең бірінші Стамбулға келгенде осылай түскен кезде бля, қорқып кетіп едім, типа, ё-моё, не істеймін, қайда барамын деп ше. Қазірде не істеймін, қайда барамын білмеймін, но как-то нормально, короче. Сұрасам, сөйлесеміз. Да, olmadı dedim mi? Yo, nangara. Я... Mun bir жүз, мынауың қанша уже? Мына қақар үшін. Біреусін маған сөйлеп түсінді ғой, короче. Таксимен 1250 дейді. Осындай бағалар десе. Бізде демек қылықшы әлі. Осындай бағалар. Ешкім мәселе көмейді. Мен даусым естіп тұрмын екен, вообще негізі. В общем, бір братан манердің офиске бар. Ол сенің, короче. Автобуспен бара салам, мен естіп. Қазір метро отыратын болсаң, оған Истанбул карт керек. 50 TL, оған жолға төлейсің. Автобус аласыңа бара саласың. Teşekkür ederim. 109 değil mi? 109. Şey fiyat ne kadardı? 102 TL mi? Tamam. Oradan şey İzmir'e bulabilirim değil mi? Tabii her saat. Adam senden 2-3 dakika önce çıkardım abi. Короче, осы Стамбулдан аэропорттан Отогорға барам. Отогордан İzmir'ге автобустаймын, мен солай İzmir'ге барамын. Солай қашан жүреді деп соны күтіп отырмын. У меня постоянно мысли такие: а если что-то будет? А если у меня денег не будет? А если я не смогу ее содержать? Мне неудобно, внутри некомфортно, я об этом всем думаю. Но родители говорят мне постоянно: нормальная жена, нормальная девушка, с тобой все пройдет, ей разницы нету. Когда ты уже все добьешься, я говорю, я когда все добьюсь, когда миллионером стану, я всегда говорю бабушке, когда я буду вот в замках жить, тогда я себе нормальную жену найду, чтобы она себе ни в чем не отказывала, чтобы я мог ей все что угодно купить, чтобы мы могли все себя комфортно чувствовать. А мне говорят дома: нет, найди себе, на который с тобой с самого начала все пройдет. И у меня, короче, такие споры. Я с этим согласен, но все равно как-то хочу на ноги нормально встать. Потом я хочу, чтобы она со мной все эти трудности проходила. Хотя, чтобы укрепить наш брак, она должна это все пройти. Ну, нельзя где такую девушку найти. В общем, жол жүрмей жатырмын полностью. Қазір билет сатып алдым, сразу бір кісі күтіп алды да. Күтіп алды да енді тоже солай жұмысшылар ғой. Осындай бар, біз мақта деп адамдарда бардым. 2:30-ға болған, и сағат 1-ге болған. И 1-дің алдында в общем кетіп қалдым сразу. Түркияның автобустар кайф, прям кондиционері бар. Қосылу керек, бірақ дым қызы жоқ, бірақ все равно. Мына жерде телефон заряддайтындары бар, барлығы бар. Сол Wi-Fi бар, кстати, да. Но ол Wi-Fi қосылдым, бірақ айтады істемейді дейді. Бірақ көрдім, что TikTok'тан бір видео Қазақстанға тоже осындай автобустар келіп жатыр екен, типа Шымкентте ғой деймін. Күшті негізі, ашып қоясың былай, салқын болып тұрады. Енді бұл жақта примерно бір күн жол жүрген кезіміз болды, Трабзоннан Стамбулға. Қазірдің өзінде 6 сағат жол жүреміз. Ұзақ уақыт жолға прям жақсы негізі автобустар. Зарядкасы бар, Wi-Fi кейбір істемейді тұр. Wi-Fi бар, кондиционер бар, солай.
2,000 years later. Короче, надо бежать где-то. Я не знаю даже, қай жақ екен, білмеймін. Интернет жоқ. Кеше скачать етіп алған киноларды қарап жатырмыз. Көрейік. Хотя бы много было. Вообще не люблю. Измерге примерно 2 сағат қалды. Сол аман есен жетіп барып ұйықтасам екен. Көрінді ма? Осы көреміз аздан кейін. Түрік мұтфағы. Түрік асқанасы көресіз. Болады. Түрше білеміз енді. Сөйлесеміз, айтамыз. Блин, не айтар білмеймін даже. Ладно тогда. Измерге жетіп алайын. Жел соғып тұр. Вот Измир, наверное, бір конкретный 90 жыл болып тұр ғой бүткіл заттарды. Ескі мен осыдан алдында келгетін бір сол кезде көрдім. Асқа түстеген қазір көремін, мен жолызда көремін. Асқа түсіп, жататын жеріме барамын. Мынандай көп нелер бар ғой. Компаниялар. Қазір бір чисто 90-шы жылдарда жүрген сияқты, либо 2000-шы жылдардағы ескі ше, прям қызық ше. Ескі бағаны жатыр, ескі терезеге қараңыз. Прикольно. В общем, мен Стамбулда түскен кезде айттым ғой. Отырдым деген сияқты, сол кезде маған айтқан. Осындай Измирге апарады, и сол жақтан біздің мини автобустар бар. Сені тегін апарып тастайды адреске дейін деп ше. Келіп сұрасам, айтады, саған олай кім айтқан, біз ондайлар жоқ деп. Вот. Маған тұрса осы мен ұнамайды. Кандырмышылар деді ғой. Алдап кетті деді. Всегда осылай алдайды. Қазір сыртқа шығып автобус ұстаймыз, примерно 1 сағат тағы жол жүрем. Просто чемодан автобуста тұрған жаман да ше. Қазір көреміз енді. Бір сұрақ болып тұр да, мына зданияға қараңдаршы. Қандай үлкен здания, но зданияда ешқандай свет жанып тұрған жоқ. Сонда қандай дәу здания, сонда полностью заброшка ма не? Прикольно, да? Наконец-то жететініміз. В общем, мен келдім. Йұртқа и душ алып, тамақ ішіп алып. И мен вообще шаршап тұрмын, мен ұйықтаймын. Ертең тұрамын да, и ертең бір күн жем, универге барам ары бері. Сол кезде түсіретін боламын. Баршаларына сәлем, қалайсыңдар? Вот сыртқа шықтым. Мынандай вайп болатыр.
әлі жаз сияқты бізде деген Қазақстанда уже жаңбыр жауып жатыр ғой, мыналарда ыстық екен біраз. Мен шыны киіп алғам. Ну нормально, біраз жер соғып тұр. Күшті білейін ағаш, ана машина тұр. Осылай. Чок деген маркетке кірем, бір зат алам, ше. И дальше универге барам. Вау, салқын, қандай күшті. Мен біраз алып тұрмын өзінде. Салқын екен, бірақ мен ауырып тұрмын. Сразу бір түрлі болып кетті. Терім қатып жатыр. О, мен олыдағым тұр, бірақ слишком лимонный и қант өте көтенка уже. И петтен қант пенсіп көшам. Наверное, су алам мен. Ше, биртани ала білерін деме шудан? Soğuklar nerede var? Yoksa sadece bu? Dolapta var. Dolapta olabilir. Tamam bir bak. Soğuk. Men kelib turib ketibman. Bugun kechga qaraganda biroz energiya bor, uxtab olgan, qarnim to'yib turib. Kuchli bo'ldi. Kecha boy jo'yni. Ko'tarib tastayman ana. Yaşıma yakışır yanlışlarım. Yaşıma жарасады қателіктерім деген. Бұлар да тоже 14 сияқтылардайды. Үйлері бөлек, көшелері бөлек, жалпы біраз зат бөлек бұларда. И маңка универге бару керек. Универмен сөйлесу керек, қашан экзамен болады. Маған қандай документтер керек барлығы. Вау. Ну, хотя бір ай осылай. Может, и как-то. Турция болып күшті сезім болып тұрады да. Как-то жалға басайсың, шашай басайсың. Плюс Қазақстан санасының басталады потом. Мен білем уже барлығын қандай чувство болатынын. Ну как-то білмеймін, енді универде болғаннан кейін жаңадан бір орта болғаннан кейін лақтыра салған қалай кетті. Жаңадан бір орта болғаннан кейін кішкене қызықтататын шығар, басқа болатын шығар. И қайттан уже өзімді қолға алу керек, қайттан цел жазу керек, мақсаттарымды қою керекпін. Oldu, jaz bitti. Қаңғырып, қыдырып, барлық зат бітірдік. О, мысық күшті болып жатыр. Кіс. Әрең қарап қойғанмай. Хорошо, кеше мен былай шығам деген чемодан сүйреп ше, мына жаққа бару үшін. Астымен бардым ғой. Вот, көшелерін көрсетіп жіберейін. Негізі Измир әдемі қала по идее. Измирге түсе алмайсың, арман деп не істеп жүрген қалайды. Жанында теңізі бар, әдемі. И Измирде айтады қазақтар көп деп. Пока қазақтарды кездестірмедім. Кездестіріп қалып жатсам, әрине жақсы. Вот көпірмен ары өтіп кетуге болады, или картаны ашып бір қарамасам, өтіп қалдым. Сөйтіп алмастырамыз. Қаланың ортасына келіп отырсың. Бір қарап қаласың. Зиратқа болады. Италияда адамдар. Тұрым, әбіржіп кетті. Блин, ыстық прям, не могу. Короче, анеққа барып рейс істедік. Үйге кіріп бара жатырмын енді. Наконец-то универге кірдім. Такой, да, универ. Пусто пока что, адам жоқ. Негізінде 10-шы үйде басталды сабақ. Мен экзамен үшін біраз ертерек келдім. Хотя бы салқын болып қалды.
ана татишканың артынан бара тұрмайды примерно бір жаққа бара жатқан шығар нормально деп. Помню, в прошлый раз келген кезде андай бір кабинеттің ішіне кіріп алып ұйықтағам, шаршап кетіп. Мына мына жақта қазақ қыздар тұр ғой міне. Нағыз қазақ мен. Мынау қазақ, мынау білмеймін моңғол болуы мүмкін. Мыналар қазақ болуы мүмкін болады. Мыналар негрлер десем бе. Короче, бекер келдім по идее. Бізге жауап беретін адам жоқ. Шетелден келгендерге. Су болып кеттім. Как қараңыз отырамыз, елеге қайтам. Мен өзім все, дауыс жазып жатыр. Все, дауыс жазып тұр деп ойлаймын. В общем, не айтам білейін. Жерден дауысым естілмей жатқан шығар. Или естіліп тұр ма? Хотя микрофонда не бар ғой. Губка бар ғой басында. Сол, осы Турцияға келдім. Стамбулға ұштым. Стамбулдан Измирге келдім. Қазір универіме кіріп шықтым. Көреміз енді осы Измирден қала. Бұйырса осы жақтан контент істейтін боламын. Каппадокияға бару керек маған әлі. Жазда барғым келген, бірақ жалғыз барғым келмеді. Қойшы лучше универге түскеннен кейін там достар тапқаннан кейін солармен бірге барамын деп. Бұйырса сол, Каппадокияға баратын шығармын енді. И тағы шетел аралау керек, Құдай қаласа. Сол армандарымызды жететін шығармыз енді. Видеоның соңына да келіп қалыптық. Арнама тіркеліп кетіңдер. Уже примерно бір ай ма 2 ай видео шықпады. Или даже 3 ай болуы мүмкін. YouTube мен ұмытып қалды деп ойламаймын. Тіркеліп кетіңдер, және де егер де Турцияға жаңадан оқуға түсіп жатқан балалар болса, әсіресе вот именно Измирге плюс қойып кетіңдер. Танысайық, бірге жүрейік, кездесейік. Измирде қазақтар көп бар деп естідім, енді білуім бойынша, бірақ білмеймін енді, қазірше көрмедім. Универ басталса табатын шығармыз қазақтарды. Сонымен арнама тіркеліп кетіңдер, сау болыңдар, бұйырса осылай көп блогтар шығарып тұратын боламын. Все, Измирден сендерге сәлем.